Сәлем достар, бүгін сіздерге an деген артиклдар, some, any, few, little деген сөздерге байланысты лекция үйрететін болам. Мұқият тыңдап. Бұл сөздерді жақсылап үйреніп алсаңыздар, сөйлем жасау барысында өте ыңғайлы болады, оңай болады және көп мәселені шешіп аласыз бұл кезде. Біз білетін немесе an артиклдары достар, бұл заттардың жекеше түрде екендігін көрсету үшін қолданылады. Бұны біз осыған дейін де өттік. Енді бұл артиклдар темасы тақырыбы болғандықтан мен қайталап өте салуда артықшылық жоқ деп ойладым. Немесе an артиклдары жекеше түрдегі саналатын ғана зат есімдерге қолданылады. Мысалы, an apple, a book, a paper деген сияқты. Осы нәрселерді білуіміз керек. Немесе an артиклдары, бұл an артиклі біз қай кезде қолданамыз? Егер де зат есімнің алғашқы дыбысы дауысты дыбыс болатын болса, ол кезде an қолданамыз. Мысалы, an ice cream, an orange, an apple, an hour. Бірақ hour деген сөзде h әрпі оқылмай кетеді, екінші әріп o әрпі оқылғандықтан, бұл дауысты дыбыс болғандықтан біз an hour деп айтамыз. Мысалы, бірақ horse деген сөз бар, ол да х әрпінен басталады, одан кейін де o әрпі келеді, бірақ a horse деп айтпаймыз ол жерде. A horse деп х әрпі ол жерде оқылатын болғандықтан, біз ол жерде артиклін ғана қолдануымыз керек. Осы ерекшеліктерді түсініп алайық. Енді келесі бізде үйренетін нәрсе бұл some немесе any сөздері достар. Some сөзі бұл өте сондай әмбебап, әдемі сөзді, бұл бірнеше деген мағынаны білдіреді. Бұл саналмайтын зат есіммен де дос, саналатын зат есіммен де дос. Бұл сұраулы сөйлеммен де дос, бұл болымды сөйлеммен де болымсыз емес, тек қана сұраулы және болымды сөйлемдермен дос. Бұл екі нәрсемен дос емес, some сөзі. Бұл жекеше түрдегі зат есімдерге қолданылмайды, дос емес, және болымсыз сөйлемдегі зат есімдерге қолданылмайды достар. Осы екі нәрсемен дос емес, қалған бәрімен дос. Нормальный жігіт та сондай. И сол some деген сөздің біз ерекшеліктерін қазір түсініп алайық. Бұл бірнеше деген мағынаны білдіреді. Алайда осы some менен қатар жүретін жігіт бұл any деген жігіт. Бұл any деген жігіт біраз мінезі қызық жігіт. Бұл болымсыз сөйлемдерменен ғана дос болады және сұраулы сөйлемдерменен ғана дос болады екен. Осы нәрсені ескеруіміз керек. Жекеше түрдегі зат есімменен де дос, көпше түрдегі зат есімменен де дос. Болымды саналатын зат есімменен де дос, саналмайтын зат есімменен де дос екен. Яғни бұл any сөзі бір сөйлемді болымсыз түрге айналдырған кезде ғана қолданылады. Немесе сұраулы сөйлемге айналдырған кезде қолданылады. Осыны біліп аласыз. Any болымсыз және сұраулы сөйлемдерге. Плюс деген знак any-ға жүрмейді. Түсіндіңіз ғой? Some деген сөзге плюс деген сөйлемдер жүреді, сұрау деген сөйлемдер жүреді, бірақ минус жүрмейді. Осыны біліп алыңыз. Енді, I have some information for you about flights to Paris. Paris или Paris деп айтайық. Менде Парижге ұшулар туралы, яғни ұшақтардың рейстері туралы біраз информация бар, біраз ақпарат бар. Бұл жерде some деген сөзіміз ақпараттың қатарында жүріп, сол мағынаны білдіреді екен. I don't have any information for you about flights to Paris. Мысалы, менде ешқандай информация жоқ саған дейді, Парижге ұшақтардың рейстері туралы. Яғни бұл жерде don't have деген сөйлемнің бас жағында болымсыз сөйлем екендігін көрсетіп тұрғандықтан біз any сөзін жалғап айтады екенбіз. Осыны ескеруіміз керек. We met some friends for drinks after work yesterday. Some friends, біраз достарымызды кездестірдік дейді. Яғни бұл жерде friends сөзінің алдына some тұр. Өйткені friends көпше түрдегі сөз. I didn't see any friends. Мен ешқандай достарымды көрген жоқпын. Бұл жерде тоже біз сөйлемнің болымсыз болғандығына байланысты any сөзін қолданып жатыр екенбіз. Одан кейін some немесе any сөздері өзінен кейін зат есімді алмай қалатын жағдайлар болады. Қай кезде алмайды? Егерде бұл кішкене күрделі сөйлемдерде алғашқы сөйлемнің ішінде бір зат есім меңзелсе, екінші сөйлемде де тура сол зат есім туралы айтылып жатса, онда some немесе any сөздерінен кейін зат есім қолданылмайды. Бұны мысалын былай көрейік. Мысалы, I didn't eat any salad. Мен ешқандай салат жемедім. Бұл жерде толықтауыштың рөлін атқарып тұрған salad. But Peter ate some. Бірақ Peter біраз жеді дейді. Біраз салат жеді деп айтсақ та болады, біраз жеді деп те айтсақ болады қазақшада. Ағылшыншада да тура сондай. Peter ate some. Бітті, осы жерден бітіреміз. Негізі идеяда салат деген сөзді біз меңзеп тұрмыз, бірақ оны жасап тұрмыз. Sean took lots of photos of the mountains, but Emma didn't take any.
иә. Бұл жерде photos деген сөз мына жерде жазылудың орнына біз алып тастадық. Осыны ескерсек болғаны. Кеттік. Some and any in questions. Бұлардың сұрақ белгілерінде қалай қолданылады? Енді түсінікті, any сөзі кез келген сұраулы сөйлемдерде, кез келген болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Зат есімнің алдында тұрады. Ал some сөзі үш түрлі жағдайда сұраулы сөйлемдерде қолданылады екен. Бұл қай кезде? Біріншісі, when we are offering something. Біз біреуге бір нәрсе ұсынып жатқан кезде. Мысалы, would you like some coffee? Біраз кофе ішесің бе? Біраз кофе. Көрдіңіз бе? Do you want some sugar for your coffee? Кофеңізге біраз шекер қалайсыз ба? Деген сөз. Біраз шекер. Көрдіңіз бе? Осындай бір ұсыныс жасау барысында қолданылады екен. Бұл бірінші жағдайы. Екінші жағдайы, when we are asking for something. Біреуден бір нәрсе өтініп жатқан кезде. Мысалы, could you have some salt, please? Could I have some salt, please? I'm sorry. Мен біраз тұз алсам бола ма? Біраз тұз. Көрдіңіз бе? Can I have some fries with that? Мен біраз free алсам бола ма? Онымен бірге дейді. When we are suggesting something. Біз біреуге ұсыныс жасап жатқан кезде. Why don't we watch some movies on TV tonight? Почему бы нам не посмотреть несколько, біраз фильм көрсек дейді, бүгін түнде. Неге болмасқа деп айтып жатыр. Осындай бір ұсыныс жасап жатқан кезде. Why don't you give her some advice? Оған біраз ақыл кеңес неге бермеске дейді. Осындай бір ұсыныстар жасалып жатқан уақытта біз some деген сөзді қолданады екенбіз. Осындай бір сұраулы сөйлемдерде ескерсеңіз болады. Бағана айтқандай, some сөзі сұраулы сөйлемдерде қолданыла береді екен. Келесі сөздер бар, бұл few және little достар. Бұл сөздердің біраз фокус-мокустары бар достар. Біз few сөзінің алдына, little сөзінің алдына деген артиклді қойған кезде бұның мағынасы басқаша болып өзгереді. Артиклі түсіп қалған кезде басқаша болып өзгереді. Бұны ескеруіміз керек. A few сөзі бізде countable зат есімдермен қолданылады, яғни саналатын сөздермен. A few бізде саналатын. A little бізде саналмайтын зат есімдермен қолданылады. A little. Түсініңіз ғой? Not much деген сөз, яғни саналмайтын сөздермен қолданылып, біз азақ деген мағынаны, чуть-чуть деген мағынаны айтамыз осы жерде. Мысалы, there are only a few days left until Christmas. Days деген, яғни күндер дейді. Бұл біз саналатын зат есім туралы айтып жатырмыз. Бірақ азақ күн қалды Christmasқа дейді. There are only a few days left until Christmas. Енді, I have a few crazy friends. Менің бірнеше crazy достарым бар дейді. Сумасшедший деген. Сондай деген сөз. Бұл достар саналатын зат есім болғандықтан a few қолданылады. Мысалы, I would like a little milk for my coffee. Бұл жерде кішкене сүт қалаймын дейді, кофемен. Сүт бізде саналмайтын зат есімге жатады. Бағана сіздерге алдыңғы сабақтарда айтқанымдай, milk деген сөз бұл жидкость дейді ғой, ылғал сұйықтықтардың аттары, бұлар саналмайтын зат есімдер типтеріне жататындықтан біз a little-ды қолданамыз. A few milk деп айта алмаймыз. There is a little hope of finding your wallet. Қалып кетті. A little hope of finding your wallet. Hope деген бұл үміт деген сөз. Сенің әмияныңды табуға өте аз үміт бар дейді. Осы нәрсені қолданған кезде біз a few-ді қолданады екенбіз. Енді кейбір жағдайда біз артиклін алып тастап few немесе little деп те қолданамыз. Бұл few немесе little деп қолданылатын жағдай болса, бұл кезде бір болымсыз мағынада, яғни бір кішірейту мақсатында сөйлемдерді айтатын кезде біз немесе few немесе little деп айтамыз. Чуть-чуть, болмашы ғана нәрсесі бар деген сияқты. Мысалы, he is sad because he has few friends. Ол өте көңілсіз, өйткені оның азақ достары бар. Көрдіңіз бе? Countable nouns, азақ достары. Бұл жерде бір кішірейту мақсатында, болымсыз түрдегі мағынада қолданылады. There are few honest politicians. Өте аз шынайы адал бір саясаткерлер бар деп жатыр. Көрдіңіз бе? Саналатын зат есімдерге few қолданылады, саналмайтынға little қолданылады. Мысалы, there's little hope of finding your wallet. Бұл жерде hope саналмайтын зат. Алдындағы мысалда осыны түсіндірмеппін. Hope деген бұл үміт деген сөз, саналмайтын зат есім болғандықтан біз бұның алдына кішкене ғана үміт деп осы hope'ты қолданамыз. Жаппай қош, тұра берсін. Все, отырасың. They have very little knowledge about politics.
they have very little knowledge. Бұл жерде де біз кішкене ғана деп айтып жатырмыз, яғни аз ғана, чуть-чуть ғана деген мағынада қолданамыз осы сөзді. Жалпы алған кезде few, little немесе some, any деген сөздердің қолданыстары осындай. Бұны біліп жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.